таң баршаңызға. Бүгін 18 шілде. Қаладан 120 километрге шығып кеттім. Білмеймін, тек қаланың ішінде емес, қаланың айналасында көру керек сияқты. Сол мақсатпен шығып кеттім. Не түртіп жатыр, қандай балық бар, жоқ. Bir жағынан тексеру үшін оны. Балық толып тұрды. 15-20 метр жағадан. Бірақ түртпейді. Алысқа да, жақынға да, астына да, үстіне де бәрі жеріне салдым. Қасірі көрсетемін жағада жүрген балықтарды. Міне мынаның бәрі балық, көрдіңіздер ме? Üstüne салып тұр, үстіне салған кезде шашайды. Бірақ алмайды. Не керек екен, жел керек па? Түсінбедік қой. Бұл балықты неге түсінбейсіңіз? Не? Қандай толқындар шығарып тұр, я? Балық бір 5 метрден бастап толып жүр. Қанаттары көрініп жүр. Не, мынадан сәл көрінеді. Жақсылап қарасаңыздар, міне, көріп жатырсыздар ма? Балық өте көп, бірақ жарты сағаттың үстінде болды, әлі түрткен жоқ. Лақтырған кезде, груз үстіне түскен кезде балықтар жан-жаққа қарата секіреді. Әлі уақыт бар ғой, қайда көреміз ғой. Бірінші балықты міне енді алдым. Айналамда адам жоқ. Енді орынды алмастырайын деп жатыр едім. Түртіп жатыр ғой мел. Әлде де түртер ме екен деген ой бар. Не, мына көлемі жаман емес сияқты, я? Жақсы, мына қызылға алды. Екіншісін шығардым міне. Енді осылай шығара берем ғой. Ана штативке қойып түсіріп атсам, балық түртпейді, штатив жинақ қойсам, түртіп тұр ғой. Екінші балық. Қызылға түсіп жатыр міне. Ай жерде енді масады өгім ғой. İçinde bir balık жатыр. Енді жинай берем енді достық. Құрметті көрермен. Мына штативті қойсам балық түртпей жатыр, штативті алып тастасам түртіп жатыр ғой. Жақсы жайды, осылай сөйлей берем, я. Үшінші балық шығардым. Бірақ оны көрген жоқ, көрсеткен жоқпын сіздерге. Міне, садоктың ішінде. Жақсы түртіп жатыр деп айта алмаймын. Енді сағат 2-ге дейін 3 балық, ол көп па, аз ба, оны білмеймін ғой. Бірақ ауа райы жаман емес. Күн ысып келе жатыр еді, міне. Бұлт күннің көзі жапты, сөйтіп көлеңке болып тұр. Жел теңізден ауа салқын. Әдемі болып тұр. Бір-екі рет суға салдым. Құрт әлі жетеді. Бұйыртса сағат 5-терге дейін болам ғой. Сол әрі қарта аулап жатырық балықты. Аулап жатырмын, дәлірек айтқанда. Мына жерде менен басқа адам жан жоқ. Үш балық ұстағаннан кейін қайта лақтырып жатырмын.
құрт тұрмайды. Қараңыз, кім жеп қойып отыр. Кім түсіп отыр. Саласың, 5 минуттан кейін жоқ қой. Қайтадан. Саласың, қайтадан. Кеше Ерланның папасы сияқты бізде заряжающийлар да жоқ. Бірақ аулау керек. Не мына балықтар не? Қалдырмай жеп атқан бәрін, дымын қалдырмайды. Өзі құртақанда қандай гүлшекқа түсіп тұр. Өзі кішкентай үлкен гүлшекқа түсіп тұрған қара. Алмайсың ба сен де? Кет бар. Тайды ұр. Өліп қалады ма десем, жоқ, жүзіп алған кет бар не. Кетті не. Әлі 2 сағат 3-тен кет. Сағат 5-ке дейін әлі аулайым ғой. Құртты азайды, міне, аз қалды. Бір балыққа жетпейді бұл. Мынанда құрт жеп бұл. Ертең ба, бүрсігіні ма, қолым түйсе тағы қазам ғой. Мына жіберейін ба, көбейе берсін. Аралыдан келген кезде қазасыздар ғой. Бірақ бұл жерде де құрт бар негізі. Кетті. Енді тіріліп жатыр. Сіздің ауыл ғой бұл? Неше күннен бері ұстадым. Жыбырлап бастап жатыр ғой. Мен жарайды, өмір сүріп кете берсін. Қазамыз ендігі жылы. Ұстаған балықтарымды бұл жолы жібермеймін. Ауырып жүрген көршім балшық сұрап еді, апарып беремін. Свежий, балғын күйінде. Оны шығарып қазір. Сумка холодильникке салсам, холодильник. Сумка тоңарысына салсам. Жақсы барады шығар. Жиналып бастам. Жақсы сол күйінде тұр. Бұл жолы жібермедім. Бір қармағым әлі тұр, мүмкін түртіп қалатын да шығар. Түртсе айтам ғой тағы да. Ал осымен бүгінгі балық аулауды аяқтаймын енді. Аралдыға келдік. Аралдыда күні бойы ұстаған 3 балық. Білмеймін, жігіттер 7-8-ден ұстадық дейді, енді көрген жоқпын ғой. Негізі мен ол жерде тұрған жоқпын ба, балығы бар жерде. Күні бойы ұстаған әзірге 3 балық. Әлі 1 сағаттай уақытым бар, ол 1 сағат. Бәрі тарихты өзгерте қоймас деп ойлаймын. Сол бүгін енді Аралдыда тексердік. Сіздер қараған боларсыздар, бір өкінішті жағдай жаңағы штативпен қалай шығарып атқанымды түсіре алмадым. Былай 3 балықты шығардым. Болған енді, күні бойы 3 балық енді. Азбай деп қалдым. Мейлі жақсы. Дегенмен білетін болдық қой Аралдыда. Мүмкін әзірге ерте шығар, бір 10-15 күннен кейін қайттан келіп қарасақ болатын болар. Жақсы, тек жақсылықтарда кездесейік. Жазуды ұмытпаңыздар. Ертең бұйыртса тағы да шығатын боларым. Жақсы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.